Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын, дәмі ауызда еритін, өте қарапайым рецептпен дайындалатын чебуреки жасап көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер, және де комментарийге міндетті түрде пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сонымен бірге каналға тіркеліп алсаңыздар болады. Күнделікті үй жағдайындағы қарапайым рецепттер, тағамдар салынып жатыр. Бұл чебуреки дайындау үшін еленген ұн, сұйық май, тұз және қайнап тұрған су қажет. Қайнап тұрған суды құйып, қасықпен осылай араластырамыз, қолымыз күйіп қалмау қажет. Осылай араластырып аламыз да, одан кейін барып қолымызбен қамырды иілеп, жақсылап түйіршік қалдырмайтындай иілеп, ыдыстың жан-жағын жинап, тап-таза етіп қамыр илеп аламыз. Илеп болған қамырдың бетін жауып қойып қоямыз. Июі қану керек. Бұның арасына салатын салмасына бізге піскен картошка, қуырылған пияз, тұз және қара бұрыш қажет. Бұл жерін көрсеткен жоқпын, міне бірден дайын қылып көрсете салдым, уақыт алмасы үшін. Салмасын солай дайындап алдым. Енді июі қанып тұрған қамырды алып, майда бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Майда бөліктерге бөліп дөңгелектеп жаямыз. Болмаса өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай үлкен бір зуалай етіп жайып, пельмен сияқты бүксеңіздер де болады. Енді ол өз қалауларыңыз. Мен бұл жерде қамырдың барлығын майда бөліктерге бөліп, қолыммен айналдыра отырып, қамырды дөңгелектеп алдым. Міне осылай дөңгелектеп, қамырдың барлығын дайындап аламыз. Дайындап болған қамырдың беті кеуіп кетпесі үшін бетіне орамал, не болмаса осылай пакет жауып қоямыз. Қамырды осылай жұқа етіп жаямыз, ұн себе отырып. Барлық қамырымызды жайып дайындап аламыз. Жайып болған қамырдың ішіне бір ас қасық піскен картошкадан саламыз. Сосын вилкамен басып шығамыз айналасын. Осылай вилкамен жапсырып шығамыз. Барлық чебурекиді осылай дайындап аламыз. Чебурекилеріміз дайын болды. Енді қызып тұрған тапаға сұйық майды құйып қыздырамыз. Қызып тұрған майға чебурекилерді салып пісіріп аламыз. Бұл жерде мен видеоны түсіріп тұрмын деп ойласам, чебурекиді пісіріп тұрған жерім түспей қалыпты. Айып етпеңіздер. Міне осындай болып, әдем болып пісіп шықты. Жұмыртқаны да сүтті де қажет етпейтін, тек қайнаған суғана илейміз. Бірақ дәмі өте дәмді, керемет болып шығады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.